Ассаламу алейкум, қайырлы кеш. Қалайсыздар, құрметті ағалар, әпкелер, іні қарындастар, менің сүйікті жанкүйерлерім. Бүгін бізде өте маңызды, мәнді, мағыналы тақырып қарым-қатынастың жақсы қарым-қатынастың қағидаларын, көріністерін, белгілерін айтамын. Жалпы бас аяғы 15 жақсы қарым-қатынастың белгілері, қағидалары бар, мен айтатын. Бірақ бұны 3 күнге бөліп қойдым. Бүгін бірінші күні алғашқы 5-еуін айтамын. Және де программа бойынша 20 минуттың көлемінде осы жайлы айтамын. 25 минуттың көлемінде араларыңызда біреуіңізбен қарым-қатынасқа байланысты блок, конфликтіні менімен бірге осы жерде тікелей эфир барысында шеше аласыз. Қалған 10-15 минуттың көлемінде сіздердің тағы да қосымша сұрақтарыңызға жауап беремін. Даусым қалай шығып жатыр? 1-1-2-4-5. Ассаламағалейкум. Сіздермен Алмас Ақын, рухани ұстаз, қаржыгер, психосоматолог, практик. Егер дауыс жақсы шығып жатқан болса, өте жақсы деп жазып қойсаңыздар, 1 мен 10 арасында бағалап қойыңыздар. Мен мына жерге тақырыпты жазайын. Кім бірінші рет қосылып жатыр, 1 деп қойсаңыздар. Бұрыннан көріп жатқандар 10 деп жазсаңыздар болады. Бірінші рет қатысып жатқан кісілер 1 деп жазып қойсаңыздар болады. Бір. Вау, бірінші рет келіп жатқан кісілер бар екен ғой. 1. Машалла. Окей, онда қысқаша өзімді таныстырып өтейін. Аты жөнім Алмас Ақын Бекболатұлы. Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданы, Жетісай, Киров, Винсовхоз. Сол жерде Винсовхоз деген жер бар, сол жерде туып өскенмін. Сол жерде Гагарин мектебі бар, сода оқығамын. Кейін 2005-те Алматыға келіп Қонаев атындағы университетке түстім. 4 жыл қаржыгер экономисті оқыдым. Одан кейін 2 жыл нархозда оқыдым. Қазы Тұрысов атындағы ол жерде ғылыми педагогикалық бағытта оқыдым. Одан кейін колледжде сабақ бердім. Одан кейін тағы да 5 университетте сабақ бердім. 2016-ға дейін 2017-тен бастап жеке кәсіпкерлікпен айналыса бастадым. 2018-де рухани жаңару үздіксіз дамыту орталығын құрдық. Қазір 2018-ден бері онлайн-офлайн режимде әртүрлі тақырыптарда семинар, тренинг, курс өткіземіз. Қазір 13-14 мемлекеттен 5000-нан астам түлегіміз бар. YouTube каналымда 106 000-нан асты, Инстаграмда 48 000-нан асты көрермендер. Айтпақшы жас жаңалығым бар. YouTube-тың бізге марапаты жолға шықты. Иншалла, есеп бойынша, болжам бойынша 22 ақпанда күміс кнопкасын аламыз. Құдай қаласа, сіздермен бөлісетін боламын. Жақсы, араларыңызда тұрмыс құрған, үйленгендер бар ма? Тұрмыс құрған, үйленгендер бар болса, 2 дегенді қойыңыздар. 2+ деп қойсаңдар болады. 2+ тұрмыс құрған, үйленгендер. Ажырасқандар болса, 2- деп қойыңыздар. 2- немесе -2. Ал егер бойдақ болсаңыздар, 1+ деп қойыңыздар. Яғни іздеудемін деген сөз ғой енді. Өзімнің парамды іздеп келе жатырмын дегенде іздеудемін. Ерлі зайыптар +2, ажырасқандар -2, бойдақтар +1 деп қойсын. Бүгінгі тақырып сіздерге арналады. Ұл болсын, қыз болсын, айырмашылық жоқ. Сіз егер үйленген болсаңыз, тұрмыста болсаңыз, как раз сізге өте маңызды тақырып болады. Себебі бүгінгі эфир барысында психологияны да қосамыз, тәрбиені, шариғатты да қосамыз, менталитетті қосамыз,
практиканы қосам, өйткені 2008-ден бері мен адамдармен жұмыс жасап келемін, оның ішінде ерлі зайыптылар да бар. Ажырасқан кісілерге де пайдалы, неге? Өйткені ажырасқаннан кейін өмір жоқ па? Жоқ. Ажырасқаннан кейін де өмір болады, өмір бар. Ары қарай тағы да бақытты отбасын құруға болады. Бойдақ болсаңыз тем более жақсы, неге? Өйткені алдағы уақытта сізді не күтіп отырғанын осы жерден ақ білуге болады, Құдай қаласа. Тақырып иншалла енді 3 күн бойы өткендіктен 3 күн бойы сақталады. Бірақ бұл айттым ғой сіздерге, өте құнды эфир. Бұның құндылығы 30 000 теңге тұрады. Ел жұрттар 30 000 теңге төлеп қатысады мұндай тренингке. Мини-семинар дейінші, семинар форматында өтеді. Ал бұл 3 күн бойы тегін, 3 күн бойы эфир барысында көру керек, 3 күн бойы бұл сақталады. Одан кейін мынау публикациядан алып тастаймын. Бірақ аудио нұсқасы менің телеграм каналымда болады. Аудио нұсқасын телеграм каналымнан тыңдасаңыздар болады. Окей, онда бастайық, бисмилля. Сонымен, жақсы қарым-қатынастың, берекелі қарым-қатынастың 10 көрінісі. Бірінші, номер 1. Ең бірінші шарты, қағидасы, көрінісі бұл ерлі зайыптылар, немесе пара дейміз, немесе жаңағы жұбайлар бір-бірінің эмоционалды түрде тәуелді болмайды. Ең бірінші көрінісі осы. Яғни жақсы қарым-қатынаста ерлі зайыпты эмоционалдық тәуелділік болмайды бір-біріне. Ол эмоционалдық тәуелділік деген не ол? Не білдіреді? Бұл дегеніміз біріншіден бір-бірін бақыламайды. Бір-бірін бақылауда ұстамайды. Екіншіден, олар өз бетінше уақыт өте салады. Біреуі мысалы фитнеске, біреуі спортқа, біреуі семинар, тренинг, сен неге анаға кетіп қалдың, сен неге бүйтіп кеттің деген әңгімелер болмайды. Неге сен ананы қарап қойдың, неге сен бүйтпедің, сөйтпедің деген әңгіме болмайды. Әрқайсының өз шекарасы, өзінің бір жеке өмірі, өзінің жеке аккаунты болады. Кейде сондай эмоционалды тәуелді болады, бір-біріне қатты байланып қалады да. Ол сау қарым-қатынас емес. Ол кезде адамсыз өмір сүре алмайды. Бүкіл өмірінің мәні сол күйеуі болады, немесе әйелі болады, тағы басқа. Ол кезде эмоционалды тұрғыда еркіндікті сезіне алмайды ондай адам. Түсіндіре алдым ба? Вот. Ешқандай шарт, ереже қоймайды бұл жерде. Қалай шарт, ереже қойылады, автомат түрде эмоционалдық тәуелділік пайда болады. Одан кейін ерте ме кеш пе араларында суық ызғар пайда болады. Байқайсыздар ма? Қыз жігіт болып жүріп жүрген кезде сіздер күшті, керемет жүресіздер. Қатты бір-біріңізді бақыламайсыздар. Қатты бір-біріңізді шарт қойып, ереже қойып іздемейсіздер. Сәйкесінше араларыңыз жақсы да. Ұрысу, керісу деген болмайды. Анда-санда болмаса. Ал қалай үйленеміз, тұрмысқа шығамыз, шарт қоямыз, сен сөйту керексің, сен бүйту керексің, анау, мынау, тағы басқа, автомат түрде қарым-қатынас бұзыла бастайды. Вот. Өмірін, көңілін, эмоциясын, сезімін бір-біріне байламайды. Бір-біріне тәуелді қылмайды. Мысалы, әйелінің эмоциясы жаман ба? Неге сен постоянно үйтіп жүресің, бүйтіп жүресің, шаршап жүресің, сенің кесірінен менің көңіл күйім түсіп келді, жұмыстан шаршап келем, онсыз да сен болсаң бүйтіп қабағың түйіп отырады, кобра сияқтысың деген секілді тағы басқа. Яғни өзінің эмоциясы, көңілі анау әйелінің көңіліне байлап қойған. Мүмкін ол әйелінде бүгін настроениясы бір ситуация түсірген шығар, жақын бір туыс қайтыс болған шығар, кім біледі енді, бір Алла біледі. Вот. Өсе келе
мынау әдетте эмоционалдық тәуелділік түпкі себебі қай жақтан басталады? Бұл жастық шақтан басталады. Өйткені бала кезімізде біз ең бірінші кімге қарап өсеміз? Кімнің көңіліне қарап өсеміз? Анамыздың көңіліне қарап өсеміз, дұрыс па? Анамызға бүйтіп көз қылмыз қап қоямыз. Сосын әкеміздің көңіліне қарап өсеміз. Әкеміз бүгін ашулы емес па? Бүгін бір нәрсе сұрасам ұрыс бермейді ма деген секілді. Одан кейін әжеміздің, одан кейін атамыздың, одан кейін апайымыздың, әйтеуір кете береді. Әйтеуір біреудің эмоциясына қарап жүреміз, бүйтіп қас қабағына қарап жүреміз. Сол нәрсе бізде қалып қояды. Біз өсеміз, тұлға боламыз, типа тырнақшаның ішінде. Бірақ кейін іштегі анау травманы емдемегеннен кейін күйеуіміздің, әйел күйеуінің эмоциясына тәуелді бола бастайды, қас қабағына қарап бүйтіп жаңағыдай күйеуі қуанбаса қой, маған да қуануға болмайды дегендей, немесе әйелінің қас қабағына қарап бастайды, өйткені кезінде мамасының қас қабағына қатты қараған деген секілді. Вот. Содан кейін өсе келе эмоциялық қақпанға түсіп қалады. Оп-оңай түсіп қалады. Сәйкесінше өзінің эмоциясын өзі басқара алмайды, біреуге тәуелді, өйткені ол не істейді? Кімге тәуелді, сол адамның көңіл күйін көтеруге тырысады. Кімге тәуелді, сол адамның көңіл күйін көтеруге тырысады. Ол адам риза болса, бұл да риза. Ол адам қуанса, бұл да қуанып жүреді. Шын мәнінде бұл дұрыс қарым-қатынас, дұрыс сау қарым-қатынасқа кірмейді. Түсіндіре алдым ба? Өйткені әрбір адам өзінше индивидуалды, уникалды, универсалды. Бұл жерде мен сіздерге айтқым келетқан былай месседж айтайын деген. Егер әр адам өзінің сезім эмоциясын басқарып сезіне алатын болса, онда тұлға болады. Тұлға болған адам әрдайым басқа адамға қызық. Өзіне де қызық, басқаға да қызық. Түсіндіре алдым ба? Егер біз тұлға болмасақ, яғни жертва, тиран деген секілді, немесе құтқарушы болатын болсақ, онда қызық емес. Онда біз әрдайым не жертваны тартамыз, не тиран тартамыз, не сол екеуінің ортасында құтқарушы болып жүреміз. Ол кезде сізге айтайын, реально өмір тура телесериал болып кетеді. Вот. Окей. Бір түсінікті болса, бір плюс деп қойыңыздар. Енді екінші көрініс көтейік. Яғни жақсы сау қарым-қатынаста ерлі-зайыпты бір-бірінің эмоциясына тәуелді емес. Тәуелді болмайды. Әйелі қайғырып жатса, мен де қайғыруым керек деген нәрсе емес. Қайғысына ортақ болады. Ортақтасады, қуанышына ортақтасады. Түсіндіңіз ба? Окей. Келесі 2. Өте маңызды пункт бұл. Бір-бірінің шекарасына қол сұқпайды. Жақсы сау қарым-қатынаста ерлі-зайыптылар бір-бірінің шекарасына қол сұқпайды. Ол дегеніміз қалай? Әр адамның өзінің бір шекарасы бар, өзінің бір еркін сезінетін шекарасы бар. Ең бірінші сөз арқылы. Яғни сен сөйту керексің, сен бүйту керексің. Сен неге бүйтпейсің, сен неге сөйтпейсің? Сен. Вот. Яғни біреудің шекарасына кіру. Осы, бұзу. Телефоныңды бер, кіммен сөйлестің? WhatsApp-ыңды бер, ашып көрейін. Неге жаңағы маған жауап бермедің? Сағат 3-те сен сол кезде WhatsApp-қа кірдің, бірақ сен маған жауап бермедің. Неге? Қайда? Кіммен жүрсің? Не істеп жүрсің? Видеозвонокпен звонда дәл қазір. Көрсет, қасында кім бар? Бұл не істеп жүр? Да? Сөйтіп, мұнда ерлі-зайыпты бір-біріне өмір сүруге мүмкіндік бермейді. Бір-бірінің кеңістігін жаулайды. Бір-бірін қысымға алады. Эмоционалдық қысым пайда болады. Бұл жерде мысалы кейде әйелдер өздерінің күйеулерін сөйтіп эмоционалдық қысымға ала бастайды. Неге өйтпейсің, неге бүйтпейсің, неге звондамайсың, сен мені іздемейсің, анау мынау дегенде. Бір қызығы ер адамдарда қалай айтсам болады, оларда
эмоцияны басқара алатындай қабілет әйелге қарағанда төмендеу. Сәйкесінше ер адамға ол үлкен бір не болып тиеді, удар. Ер адамға удар. Ер адамды қолмен ұрғаннан гөрі эмоциялық тұрғыда ұру оның жүрегіне қатты тиеді. Сіздерге бір тынашаның ішінде құпияны ашайын. Сәйкесінше егер еріңіздің ертерек қайтыс болған қаласаңыз, онда көбірек күтпеген жерден осындай сұрақтарды қоя беріңіз. Бірақ дегенмен де егер бақытты жақсы қарым-қатынас қаласаңыз, онда оның шекарасына кірмеген дұрыс. Сәйкесінше менің әйелім, мынандай болады кейде. Бұл менің әйелім, мен өзім білемін, не істесем де, бұл менің меншігім. Жоқ, олай емес. Ердің меншігіне кірмейді әйел. Ол Алланың аманаты. Дұрыс па? Ол Алланың, оның иесі Алла. Сәйкесінше біз оны меншік қыламаймыз. Вот. Сәйкесінше орынды шекарасын бұзып кіруімізге құқығымыз жоқ. Кейде мысалы естіп жатам, бірге аккаунт ашады да, типа тырнашаның ішінде бір-бірімізден ешқандай сыр болмасын, құпия болмасын. Ал одан кейін басылады. Неге анау саған лайк басты, неге ол саған сөйтіп жазды, саған кездесейік деп айтты, анау, мынау, тағы басқа. Сондықтан бұл жерде егер осындай конфликттер болып жатқан болса, онда ең бірінші шарт, жаңа қарым-қатынасқа өтудің ең бірінші шарты бірінің шекарасын бұзбау, кірмеу, сыйлау. Үйрену соны. Өте маңызды нәрсе. Бүкіл фокусты өзіңнің жолдасыңа қоймау керек. Керек емес. Ол түбінде жолдасыңды құдай қылып аласың. Содан кейін үрей пайда болады, қорқыныш пайда болады, күмән пайда болады, күдік пайда болады. Сол кезде шәкең келіп араласады, әртүрлі ойларды салып, негативті ойларды салып. Ең жақсысы өзің шекараңды біл және өз шекараңды қорға. Ең шығу жолы сөзден басылады. Сөзден. Біз тек қана өзіміздің сезімімізді білдіре аламыз. Мысалы, мен еркекпін, менің әйелім тамақтың тұзын аз қылып қойды дейік. Тамақтың тұзы аз болып қалды. Сол кезде неге сенің тамағың дұрыс піспеген, неге сен бүгін тамақты дұрыс пісірмедің десем, мен оның шекарасына кірдім. Эмоционалдық, мынау бір не деуші еді, аура дейміз бе, оның бір сезімдерін шекарасына кірдім. Басқыншылықпен, тиран ретінде. Одан да сондай қарама-қарсы жауап болуы мүмкін, ықтималдығы жоғары. Өйткені ол өзінің шекарасын қорғай бастайды, автомат түрде, түйсік деңгейінде. Түсіндіңіз ба? Мен не істеймін? Мен былай айтамын. Жаным, рахмет тамақ пісіргеніңе, сыйлағаныңа. Бірақ менің ойымша тамақтың тұзы аз болған сияқты болды. Тамақтың тұзы аз болған сияқты. Менің ойымша, менің пікірімше. Все. Точка. Ары қарай ол шешеді ма, шешпейді ма, істейді ма, істемейді ма, өз еркі. Жақсы қарым-қатынас осылай басылады. Көркем мінезділік осылай басылады. Яғни өзім шекарамнан шықпай сөйлеймін, өзім позициямнан шықпай сөйлеймін. Менің ойымша, мен солай сездім. Мына жерде менде реніш пайда болды, мына жерде менде қуаныш пайда болды деген секілді. Окей? Енді сол секілді әйелде сөйлеген кезде ерінің шекарасына кірмегені дұрыс. Себебі одан жақсы жауап күтпейді ол кезде. Сен вечно мысалы шақырған кезде тамаққа келмейсің да. Немесе вечно телефонды алмайсың. Маған керек кезде сен телефон алмайсың вообще.
ең жақын адам соңында сен ба деген секілді. Вечно ішіп жүресің анау мынау. Зачем? Мысалы тағы қандай ішіп келді ма? Иә. Келесі күні миын ашудың керек емес. То есть неге ішесің? Балалардың алдында ұят болды, ата-ананың алдында ұят болды, намысың қайда, анау мынау. Одан ол түзелмейді. Вообще түзелмейді. Ол кезде былай айту керек. Сіз не сезіндіңіз күйеуіңіз ішіп келген кезде? Не сезіндіңіз? Просто сол сезімді жеткізу керек и все. Ертесіне да. Жаным, кеше мен өзімді сондай бір қорғансыз сезіндім. Менде үрей пайда болды, менде қатты уайым пайда болды. Себебі сен кеш келдің. Кеш келгендіктен мен қатты уайымдадым деген секілді. Все, болды. Точка. Міне, вот сол кезде ер адамда шынымен де уайымдайды екен ғой. Мен оған үрей тудырыппын ғой, уайымдатқызып қойыппын ғой деп оған ой саласыз. Сол кезде ода бірінші ойында өзгеріс болады. Содан кейін барып мінез құлқында, әрекетінде өзгеріс болады. Түсіндіре алдым ба? Яғни біз не істейміз? Тек қана сезіммен бөлісеміз. Негатив болса негатив, позитив болса позитив, нейтралды болса нейтралды. Болды. Менің ойымша, мен сезініп жатырмын, мен осын сезініп жатырмын, болды. Міне, шығу жолы осындай бұның. Бұл әрине үлкен практиканы талап етеді. Егер осыны қазірден бастап практика жасасаңыздар, мына балаларыңыз сізден үйрене бастайды. 2 түсінікті болса 2+ деп қойсаңыздар, келесі біз 3-ке өтеміз. Айтпақшы, ерлі-зайыпты достарыңыз болса, бойдақ достарыңыз болса, таныстарыңыз, құрбыларыңыз болса, ажырасқан таныстарыңыз болса, осы эфирді дәл қазір жіберіп қойыңызшы. Өтініш жіберіп қойыңызшы, қазір сол кісілерге тіркеліп, қазір көре берсін. 2+. Окей, супер. Келесі 3-ке өтейік онда. 3-ші бізде құрбандықтың болмауы, яғни қарым-қатынаста, сау қарым-қатынаста, жақсы қарым-қатынаста құрбандық болмайды. Яғни махаббат үшін күресу керек, қатынас үшін барынды салу керек. Немесе не мені таңда, не мамаңды таңда, не мені таңда, не анаңды таңда, не балаңды таңда, не мені таңда. Не жұмысы таңда, не мені таңда. Көрдіңіз ба? Әйтеуір бір нәрсені құрбандыққа шалу керек. Жоқ. Ондай қарым-қатынас ұзаққа бармайды. Махаббат үшін күресу керек, қарым-қатынас үшін күресу керек. Жаным-ау, күресетіндей не ол? 2-ші дүниежүзілік соғыс па? Тым қиындатудың қажеті жоқ та негізінде. Жақсы көресің бе? Жақсы көрем. Все, ұнайды ма? Ұнайды. Бірге болғайсың ба? Қалаймыз. Бір мақсатымыз бар ма? Бар. Ну все, ары қарай кете берейік, жұмыс жасайық. Кейде сол көп нәрсені құрбандыққа шалып жатады. Керек емес. Бұның емі жақсы психологқа бару. Мысалы, жақсылық болу үшін міндетті түрде бір жамандықтан өту керек емес. Жақсы отбасы болу үшін міндетті түрде қиналудың керек емес. Жақсы бір қарым-қатынасқа ие болу үшін міндетті түрде жаныңды қинап бір нәрсені құрбандық жасаудың керек емес. Қиындатудың керек емес. Зачем? Осы жерде мамандар айтады, мысалы 50-50 деген қарым-қатынасы ұстанады дейді. 50-50 деген қарым-қатынас жоқ. Шариғатта мынандай нәрсе бар. Егер 3 адам жолаушы болып шықса дейді, онда 1 адам имам болсын дейді. Яғни 3 адам бірдей пакет акцияны аламайды. 1 адамда басқару акция болу керек, басқаратын акциясы болу керек, басқарушы акцияда болу керек. Сондықтан 52-де 48 деген 52-де 48 деген позиция болу керек деп ойлаймын. Яғни 1 адам имам болу керек үйде. Имам деген сөз басшы болу керек. 1 адам үйді басқару керек. Әйел болса әйел, еркек болса еркек. Негізінде мамандардың ұсынысы бойынша ер адам басқарған дұрыс. Неге? Өйткені ер адам
эмоционалды тұрғыда тұрақты, суық ақылы бар, бірден жаңағыдай вау деп шешім шығарып кетпейді, бірден эмоцияға беріліп кетпейді, ер адам салмақты болады. Сондықтан үйдің 52% акциясы ер адамда болған дұрыс. 48 пакет акциясы әйел адамда болған дұрыс. Жалпы алғанда. Сонда басқару, бір адам басқарған кезде жүйе пайда болады. Бір адам басқарған кезде береке пайда болады. Жан жақтан адам басқаратын болса, береке болмайды. Бұндай қарым-қатынасты тудыру үшін екі нәрсе керек. Бірінші, ол келісім, өзара келісім, яғни ерлі-зайыпты келісімге келу керек. Давайте басқарушы имам сен болыңыз, сіз болыңыз. Мен сізге бағынушы болайын, мойынсұнушы болайын. Келістік па? Келістік. Осындай жағдайда сіз басқарасыз. Осындай үйдің осындай шаруаларын сіз басқарыңыз. Мен мынаны реттеп келтірейін, мен мынаны басқарайын дегендей. Сөйтіп, екінші нәрсе, ол тиімді коммуникация. Тиімді коммуникация деген сөз қарым-қатынас, яғни үлкен адам ретінде қарым-қатынасты ұстау. Кішкентай бала секілді емес, ренжіп қалу да. Неге сен сөйтпедің, неге сен бүйтпедің, бүгін сен таңертең маған жаңағыдай күнің жақсы болсын деп айтпадың, сен өзің уақытыңды мен үшін құрбан етпедің деген сөз емес. Сұрау, бүгін сен маған таңғы шайды істемедің ғой, не себеп болды, білсем болады ма? Бүгін балаларды балабақшадан сен алатын күнің еді, алмапсың, маған звондап жатыр балабақшадан, не себеп болды, білсем болады ма, не болып қалды, бәрі дұрыс па деген секілді. Яғни үлкен адамның қарым-қатынасын, үлкен адамдардың, яғни есейген адамның қарым-қатынасын ұстану өте маңызды нәрсе. 3 түсінікті болса 3+ деп қойсаңыздар. Изменаны кешіруге болады ма? Ол сұрақтарға мен енді жауап берем. Әзірге мына 5 нәрсені бітіріп алайық, 5 қағиданы. 4-ші, ұрыс жанжалдың аз болуы. Яғни ұрыс жанжал болуы мүмкін тек қана түсінбеушілікте ғана. Мысалы, мен ойлап қалдым, сағат 1-де келеді деп, оказывается, ол сағат 3-те келді. Түсінбеушілік болып қалды да. Мен ол сағат 5-ке киноға шақырдым, ол келмей қойды. Оказывается, оның есінен шығып кетіпті. Тағы сондай түсінбеушіліктен ұрыс болса, оны түсінуге болады. Ал енді болмайтын нәрсе үшін да, ұсақ түйек үшін, неге мынау үй жиналмаған, неге қасықтар таза емес, неге сен сәлем салмадың, неге сен менің әке-шешеме звондап құттықтамадың да, неге сен сөйтпедің, бүйтпедің, анау-мынау, сол ұсақ түйек үшін да жанжал шығару, енді бұл уже дұрыс емес. Бұл дегеніміз жасы шақтағы бір қандай да бір травмалардың нәтижесі болуы мүмкін. Өйткені өзінің кезінде балалық шағында әкесі ішіп келіп анасын ұрған болуы мүмкін, немесе анасы әкесіне әрдайым эмоционалдық қысым жасаған болуы мүмкін. Сәйкесінше сол сценарийді бұл қайталап жатқан болуы мүмкін. Оны дереу емдеу керек. Әйтпесе мұндай адам өзінің жолдасына, жұбайына әрине тыныштық бере алмайды. Тыныш өмір сүре алмайды да, бір жері қышып отырады, короче. Бұл, яғни астарлай атқан дүние ғой, оны өзі де білмейді негізінде да, өзі білмейді. Қалай қарым-қатынасқа түседі, ұрыс жанжал болып кетеді. Ал бөлек жүрсе тыныш жүреді. Сағындым сені, махаббатым артып бара жатыр, хаттар жазып, қалай қосылады, 3 күннен кейін қайтадан быт-шыт болады. Мұндай кезде бұдан шығу жолы жақсы психологқа барып көрініп,
емделу, жанын емдеу керек, немесе жақсы курсқа қатысу керек, немесе жақсы ұстаз табу керек дегендей. Вот. Ұрыс жанжалдың аз болуы үйде бұл жақсы қарым-қатынастың белгісі. Келесі, 5-ші. Өте маңызды нәрсе, және қазіргі уақыттағы көптеген ажырасудың себебі болатын дүние, бұл қарым-қатынасқа үшінші тұлғаның қатыспауы. Жақсы қарым-қатынаста үшінші тұлға қатыспайды. Ең бірінші ол ата-ана, ерлі-зайыптың ортасына ата-ана қатыспау керек. Туысқандар жағаласпау керек. Туыс достар вообще әңгіме айтпау керек. То есть әңгіме айтпау керек дегенде олар айтуы мүмкін, иә, үйтпейсіңдер ме, бүйтпейсіңдер ме, неге анау келін үйтпейді, неге анау күйеу бала сөйтпейді деген секілді. Егер олар өздерінше кіруі мүмкін, айтуы мүмкін, бірақ сіз ел азаматы ретінде немесе әйел ретінде олардың сөздерін вообще мына қарым-қатынасқа кіргізбеу керек вообще. Дұрыс. Өйткені олардың өздерінің таракандары бар, иә, өздерінің тәжірибелері бар. Сол нәрсені мына жаққа тыққысы келеді. Иә? Сіздер олар сияқты боламайсыздар бәрібір. Олар сіздер сияқты боламайды. Неге? Өйткені екеуіңіз екі жақтан қосылғастар да, екі мемлекеттен, екі қаладан, екі түрлі рудан, екі түрлі тәрбиені алған адамдар екі жақтың модельді пихат етпекші да, екі жақ ортаға. Жоқ, стоп деу керек. Стоп. Яғни бұл жерде ерлі-зайыпты келісімге келген дұрыс. Яғни келісіп алу керек. Ертең, иә, біздің арамызға, біздің әке-шешеміз араласуы мүмкін. Иә дейміз, иә, сіздердікі дұрыс дейміз, бірақ өзімізше жұмыс жасаймыз. Жарай ма? Өзімізше шешім шығарамыз. Сенің анаң, сенің әкең үйтпейді ме, бүйтпейді ме деп маған айтуы мүмкін саған сыртынан. Маған да айтуы мүмкін менің әкем, шешем. Бірақ ол нәрсе сол жерде ғана қалады. Мына жерге келмейді. Мына үйдің есігінен бері қарай кірмейді. Келістік па? Ал егер енді бір үйде тұратын болсаңыздар, тоже бір келісімге келу керек. Яғни олардың көзінше иә деп келісуге болады, иә. Өйткені бұл жерде екі нәрсе бар. Кейбір ата-аналар, кейбір туысқандар бұлай целенаправленно түзеткісі келеді. Оларды түзете алмайсың, короче. Ол кезде қулық жасауға болады. Яғни жарай сіздердікі дұрыс, келісемін деп, бірақ өздеріңіз келіскендей жұмыс жасау. Екінші вариант бар. Басынан бастап қазықты қағып тастау. То есть бұл менің отбасым. Бұл отбасыға мен жауаптымын. Сіздер жауап бермейсіздер. Алланың алдында мен жауап беремін. Сіздер жауап бермейсіздер. Сіз өзіңіздің отбасыңызға жауап бересіз. Келістік па? Келістік. Сізден ақыл сұрасам айтасыз. Ақыл сұрамасам маған керек емес. Керегі жоқ. Сондықтан кешірім сұраймын. Арамызда біз болсын. Окей? Сөйтіп, алдын ала келісімге қол қойып алу керек. Ата-аналарыңызбен, туысқандарыңызбен. Жарайды ма? Міне, осы 5 қағида бүгінге осы 30 минут өтіпті. Негізі программа бойынша 20 минут еді. Енді түсіндіру процесі көйіп кеткен секілді. Дегенмен де 5 түсінікті ма? 5 түсінікті болса 5 плюс деп қойыңыздар. Құрметті болашақта үйленетін ерлі-зайыптылар, болашақта тұрмысқа шығатын әйелдер, осы қағиданы ұстануға тырыспаңыздар. Қазірден бастап ата-анаңызға айтыңыздар. Үйленгенге дейін, тұрмыс құрғанға дейін, пожалуйста, айтыңыздар. Қалай үйленемін, тұрмыс құрам, араласпаңыздар. Кеңес сұрағыңызға, көмек сұраған кезде, пожалуйста, айтыңыз, көмектесіңіз. Ал өз бетіңізше өміріңізге араласпаңыздар. Неге олай? Өйткені әр адам өзінің жолы бар. Әр отбасының жүретін өзінің жолы бар да. Өзінің бір гармонияда, баланста жүретін жолы бар. Біздің ата-анамызда өздерінің бір жолы бар жүріп атқан. Ата-ана ойлайды, менің жолым дұрыс деп. Сөйтіп, ана балаларының жолын өздерінің жолына салғысы келеді, рельсіне салғысы келеді. Бірақ балалардың табиғаты ата-ананың рельсіне түссе бұзылады.
өйткені оған сәйкес емес. Олар басқа дәуірде туғандар, басқа эмоция, басқа тәрбие, басқа ақпараттар. Түсіндіре алдым ба? Вот, сондықтан өздеріңіздің мынау жүйеңізді, жүйеңізді сақтауға тырысыңыздар. Окей? Келістік па? И сіздер де басқа біреудің өмірлік жүйесіне араласпау керек. Өте маңызды нәрсе. 5-ші қағидаңызды елдің бәрі біліп жүрсе ғой. Енді айтып жатырмыз ғой. И статистика бойынша, зерттеу бойынша алғашқы бестікке кіретін себептер именно ерлі-зайыптылардың ортасына сырттан араласу, ата-ананың араласу, туысқандарының араласу және тағы басқа. Вот. Сондықтан араласуға жол бермеу керек. Үйлендің ба, все, қорға өзің отбасыңды. Қорға дегенде сырттан қорға, өйткені ол өзінше бір Алланың аманаты. Жақсы, енді бізде қазір қанша? 20 минуттың көлемінде, 20 минуттың көлемінде бір адаммен талқы жасайық, ерлі-зайыптылар бар ма? Ерлі-зайыптылар болсын. Ошым қарым-қатынаста проблемасы бар адам маған запрос жіберсін. И сол адамды мен қосайын эфирге. И сол адаммен трансформация жасап көрейік, Өйткені бәрібірде қазіргі қарым-қатынастағы проблема ол өткен шақтағы түйсіктегі травмалар. Сол травмаларды ашып, шашып, дұрыс жинап көрейік қазір эфир барысында. Алла қаласа ұлымның отбасына араласпаймын. Тамаша. Звонок қойма деп. Жоқ, эфирмен сөйлесеміз. Өз мінеге шекарасын дұрыстау керек. Дұрыстау керек, дұрыс етесіз. Маған бола ма дейтін. Жіберсеңізші запрос. Так. Запрос мына жақта жіберіп жатыр. Так. Қосып көрейін. Бал еркені қосып көрейін. Бүгінгі эфир қалай өтті? Қандай инсайт алдыңыздар? Сториске салып қойыңыздар. Саламатсыз ба, Балбекер ханым? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қай қаладан боласыз? Тараз қаласынан болам. Алматыда сіздің неңізге қатысқанбыз, біз күйеуіміз екеуміз. Сізді үзбей қараймын, тікелей эфирлеріңіз. Жақсы, окей. Қандай мәселе, қандай сұрақ? Сол біз күйеуіміз арамыздағы ұзақ конфликттер болады, ұзақ бөлек жүрдік, 3 айлап, қайттан қосыламыз, қайттан ұрысып қаламыз. Көбіне сол. Қанша уақыт болды үйленгендеріңізге? Үйленгенімізге 4 жылдан асты. Жақсы. Жасыңыз нешеде? Жасым 21-де, 22-де. 22-де. Бала шаға? Екеу. Күйеуіңіз неше жаста? Күйеуім 32-де. 10 жаста? 10 жас арамыз. Окей. Қазір запрос сізде қарым-қатынасты реттеу. Қысқаша түсіндіріп бересіз бе? Именно қарым-қатынаста қандай проблема болып жатыр сіздерде? Сол қарым-қатынас басында біз бір ұрысқаннан кейін бізге немізге отбасымызды араластырып жібердік та, соң әр ұрысқан сайын мен жақта, күйеуімнің жағы да араласа берді, соң өзіміздің нелеріміз жоқ болып кетті да. Бірдеңе болса бұл, бәрім отбасымызды араластыратын. Ажырасқан кезде де ажырасыңдар, қосылыңдар деп. Солардың айтуы бойынша не болды негізі. Ұрыс неден болады әдетте? Неден шығады? Әр кезде әрқалай. Мысалы, соңғы ұрыс неден пайда болды? Неден шықты? Күйеуім телефон тексергем, содан шықты. Оның алдында тағы да бар неше түрлілер. Күйеуіңіздің телефонын тексердім. Не үшін тексердіңіз? Сомнением бар етін өйткені. Алдында сол көңілім қалып қалған, бір рет тексеріп едім. Содан кейін тексермеу керек, қазір онша тексермеймін. Андасын тексеріп тұрамын енді. Сомнение?
То есть күйеуіңіздің жеке шекарасына кірдіңіз, значит. кірдім, аха. Не үшін? Күмән күдік бар. Өйткені біреу звондап жүрген еді алдында, алсам бір әйел екен, содан кейін тексеретін болдым. Күмән күдік и сенімсіздік. Мгм. Ол бар. Одан кейін тағы да болмайтын нәрселерге ұрыс шығып кететін, сонымен біраз бөлініп жүрдік қой біз. Мгм. Негізінде неден басталды ең бірінші ұрыс? Ең бірінші ұрыс енеміз, оның мамасы екеуміздің арамызда болды ғой. Мен 18 жасымда үйленген едім, мен сабаққа баратынмын, сол арамызда майда шүйде нәрселер болды да, сонымен басталды. Болмайтын нәрсе, негізі болмайтын нәрсе, қазір болмайтын нәрсе деп айтамыз өзіміз. Негізі сол болмайтын нәрседен үлкен ұрыстар шығып кеткен болатын. Мен қарапайым бір торт сатып алғаным үшін күйеуім ұрсып ұрған еді, содан кейін 3 ай бөлек тұрдық мысалы. Күйеуім алма деген негізі. Мен туған күні сыйлық жасайын деп алған болатын. Жақсы. Қазір сізде күйеуіңізге деген іштей реніш, өкпе бар ма? Кешірем десем де кешіре алмаймын, вообще кешіре алмаймын. Нені? Бірақ бірге тұрамыз. Нені кешіре алмайсыз? Істегендері көз алдымнан вообще кетпейді. Айтқан сөздері. Қазір дайынсыз ба? Ең алдымен бірінші күйеуіңізбен ішкі қарым-қатынасты дұрыстауға. Мен соны қалайын, сіздің медитациялар тыңдаймын, ол сіздің сабағыңызды істейді, бірге істейміз мысалы. Сома медитациялар жібереді мысалы. Қорқыныш туралы медитация, өзіңді босату, олар маған білмеймін, әсер етпей ма, или мен бән қойып тыңда, не қыламаймын ба? Жоқ, енді ол бөлек қой, оның мақсаты бөлек, қарым-қатынасқа байланысты бөлек қой. Давайте қазір дайын болсаңыз көзіңізді жұмыңыз, терең демалыңыз, бір сәтке ешнәрсе ойламаңыз. Барлық фокусты ішкі жан дүниеңізге, жүрегіңізге аударыңыз. Дем алып жатырмын, шығарып жатырмын. Қазір күйеуіңізді елестетіңіз көз алдыңызға. Елестеттіңіз ба? Қасына жақындаңыз, или жақындадыңыз. Қандай сезім пайда болды? Мен аға оған бүйтіп ренішпен қарап тұрған сияқты болған, бәрібір қанша не қылсам да. Сол реніш қазір қай жерде сезіледі? Қай жеріңізде мақсат тұр? болып тұрады. Кеуде? Кеудеңізге. Не ол, тас па, әлде бір қара нәрсе ме, екен ба, не ол? Андай бүйтіп жұтынамай тұрған сияқты, бір ысып, андай ыза сияқты ше. Тамақ сияқты ма? Иә. Айтқым келеді, айтамаймын да, бірақ мен оған күліп қараймын, ішімдегіні вообще айтамаймын ше. Бұны біз пассивті агрессия дейміз. Пассивті агрессия. Сырттай күліп жүре береміз, бірақ іште ұрсам бекен, бітсем бекен, сөйтсем бекен. Окей. Түбінде бұл жақсылыққа апармайды негізінде. Бұл постоянно ұрыс тудырып отырады. Постоянно. Жақсы. Шығаруға дайынсыз ба? Окей. Жаңағы кеудеңізде тұрған комок, қара нәрсеге, басып тұрған нәрсеге кіріңіз, ішіне сүңгіңіз. Ішіне кіреміз, сүңгейміз. Сөйтіп, автомат түрде өткен шаққа барамыз. Осы сезім бірінші рет неше жаста болды? Бірінші рет неше жаста осыны сезіндіңіз, осы бір қысымды, ренішті? Қызымды ойлап қойып жатырмын, қызым. Қызыңыз ұйықтап жатыр ма, не қалай? Бесікте алып келсем, тербетіп отыруға болмай ма? Болады. Қасына барсаңыз болады, тербетіп отыра беріңіз.
Мгм. Еске түсті ма? ол иә кішкентай кезімде андай аға мен әпкем болатын. Аға мен әпкем бар еді ғой. Аха. Маған емес новый заттар соған әперетін. Сол кезде мама папама сондай аса болатын. Ылғи әпкемнен қалғанды құстанатын киімдерді мысалы сол кезде М, түсіп жатыр неғып екенін білмеймін. яғни ағаңыз бен әпкеңізге деген реніш та? Или қалай? Басынан айтыңызшы. Мысалы олар үйдің үлкені болды, мен кішкентаймын ғой, мысалы менен кейін де бар, бірақ та оларға көп көңіл бөлетінше, мысалы әпкем 11 классқа оқып жатқан кезде де оған көп внимание бөлді да, мысалы оған ноутбук әпер, болған тиіспеңдер, бұл НТ-ға дайындалады, сен бүйтесіңдер деп бізге көп не айтатын болды да, а бізде ондай болған жоқ еді. Мысалы мен сол келіп жатыр маған. А, значит, сол кезде Ол киім сізде, оған новый киім әпереді, оның киімін мен киемін, мысалы сол сияқты ғой. сол Былай кезде сол сізде үшін соған кімге қатты реніш болды? Ата анаңызға ма или ата әпкеңізге? анама, Ата анаңызға. Оның ішінде кімге? Әкеңізге ма, анаңызға ма? анама ғой деймін, анама сияқты. Анаңызға. Вот, міне. Анаңызға деген реніш қай жерде тұр қазір? Осы жерде ма? Басқа жерде ма? Сол жерде тұр барлығы. Мен ылғи сол білмеймін, қорытылмай қала ма сол сияқты Неше болып тұрады. жастасыз сол кезде? Бірінші рет неше жаста болды? Нешінші класста? Үшінші, екінші класстарда шығар сол. Үшінші, екінші класс, значит, 10 жастарда. 9-10 жаста да? Окей. Ага. 9-10 жастағы бал ерке да? Аха. Бал ерке. 9-10 жастағы бал еркені жағдайында, бірақ 22 жастағы бал еркенің көзқарасымен сол ситуацияға қазір қараңыз. Мгм. Мамаңыздың қасына барыңыз. Сол кезде айтқыңыз келген, бірақ айта алмаған сезімдеріңізді айтуға дайынсыз ба? Шығаруға, Иә. ренішіңізді айтуға, шығаруға дайынсыз ба? Онда Иә, дайын. бастаңыз. Мамаңыздың аты кім? Ардақ. Вот. Мама дейсіз бе, апа дейсіз бе, қалай айтасыз? Мама деймін. Іштей айтайын ба? Жоқ, сырттай. Просто көзіңіз жұмыңыз, елестетіңіз и айтыңыз. Мама. Мама. Қалай айтсам, кәдімгі айта бермес, сіз неге маған көп көңіл бөлмедіңіз деп. Иә. Мама, сіз маған неге көп көңіл бөлмедіңіз? Мгм. Мама сол кезде, именно сол кезде жұмысқа шыққан болатын. Бізге соларға алып берді ғой, вахтерші болып. Біз оқыған мектепке сол жаққа жұмысқа шыққан. Без комментарий, просто айтыңыз. Сіз 10 жаста бал еркесіз, айтыңыз. Мама, сіз маған неге көңіл бөлмедіңіз? Маған да әпкеме сияқты әперген заттарды маған неге әпермедіңіз? Мені неге қыз подружкалармен қыдыруға жібермедіңіз? Молодец. Қандай сезімде болдыңыз сол кезде? Анау сізге емес, әпкеңізге әперген кезде сізде қандай сезім болды, соны айтыңыз. Әпкем орнында мен болғанда ғой деп ойлайтын. Айтсаңызшы енді. Не үшін олай ойладыңыз? Не қаладыңыз сол кезде анаңыздан? Маған да әпергенін новый киім, новый заттар, оған көп косметикалар сол кезде әперетін, маған бізге әпермейтін ол кезде. Енді айтсаңызшы, мен де соны қалаймын. Мен де соны қаладым. Мен де әдемі киінгім келді, мен де қыдырғым келді. Молодец. Тағы Әпкем дискотекаға барғанда мен де еріп барғым келді. Сіздермен қосылып мен де әңгіме айтқым келді. Молодец. Тағы.
Болды ма? Айтып болдыңыз ба? Аха. Окей. Қазір бүкіл ренішіңізді, ашуыңызды, сол кездегі реніш, бәрін мына бір қолыңыздың жұдырығыңызға жинаңыз, бір қолдың жұдырыққа. Жинаңыз, 100% жинаңыз. Сол кезден бастап жиналған ашу реніштерді. Қазірге дейінгі ма? Барлығын общий? Иә, бәрін жинаңыз. 100% жинаған кезде айтыңыз болдым деп. Жинадыңыз ба? Болды ма? Қазір. Әлі жиналып жатыр ма? Жинап қапты ғой біраз. 12 жылдан бері. Бәрінің өзім жүрегіме алып қалған сөз, адамдардың бәрі көзіме елестеді да, мысалы, бәрі не айтқандары. Иә, болдым. Соны жинаңыз, жұдырыққа Жинадым. жинаңыз. Енді дайынсыз ба жіберуге? Иә, дайынмын. Қандай сөз айтып босатамыз? Бұл сізге керек емесін түсіндіңіз ғой? Керек емес, мүлде керек емес маған, бірақ миымнан шығара алмай жүрміз олар. Өтіп кеткен олардың бәрі. Менің қазіргі өміріме кедергі келтіріп отыр. Қандай сөз айтып босатамыз? Қандай сөз айтқыңыз келіп жатыр қазір? Мен жібергім келеді, бұл менің миыма, өміріме қайтадан келмес екен деп. Вообще, ойыма, миыма. Бір сөз. Жібердім, босаттым. Қандай? Қайта оралмасы деуге бола ма, мүлде? Босаттым. Өз еркіне босаттым да? Өз еркіне босаттым. Айтыңыз. Көзіңіз жұмыс, тереңдеп қалыңыз. Жіберіңіз. Жіберіңіз да қолыңызды сілкіңіз, жерді ұрыңыз. Сонымен кетсін, шықсын. Молодец. Қандай сезім? Арқамнан бір жеңілдеп қалған сияқты болады екен. Мына жағымда кішкене босаған сияқты. Жақсы. Енді анаңызға деген реніш бар ма? Енді айтып алдым ғой, толықтай білмеймін ғой, бірақ қазір кішкене жеңілдеген сияқты. Енді қараңыз, қазір 22 жастағы, енді өзіңізде анасыз ғой қазір. Аха. Ана ретінде анаңыз не үшін олай жасады деп ойлайсыз? Ең бірінші, қандай ниеті болды солай жасаудың? Мысалы, олар кішкене әпкелерім, ағаларым үлкейді ғой, мысалы, олар өздерінің, былай бізге ол кезде мамал айтатын, сендер өздерің уақыттарың келеді соған деп ше. Біз оны түсінбейтін ғой сол кезде. Қазір әпкең уақыты келіп тұр, ол оқуға түседі, одан кейін сенің кезегің келеді, саған әперемін деп. Неге олай ойлады деп ойлайсыз? Неге ондай шешім шығарды деп ойлайсыз? Себебі ол кезде біз әкемізге қарағанда кішкентай едік қой, ол өмірге қадам басайын деп тұрды, мысалы, 11-ді бітіріп. Бәріңізге ақша жетпейтін еді. Жетпейді, өйткені біз ол кезде бесеу өтіміз. Яғни, бірінші әпкемді, одан кейін келесі. Жалпы ниет дұрыс қой? Ниет дұрыс қой маман. Ниетін қабылдайсыз? Қабылдаймын. Ба? Мойындаймын. Келісесіз ба? Келісемін. Онда терең дем алып қабылдаңыз. Яғни анаңыз сізді ренжіту үшін, сізді қорлау үшін, сізді ұятқа қалдыру үшін жасаған жоқ. Иә. Анаңыз сізге қандай сабақ үйретті? Немесе анаңыз арқылы Алла тағала сізге қандай сабақ үйретті? Әр нәрсені өз уақытысы келеді, қанағат тұтуды, мысалы.
Оған да нәрсенің шүкір, ондай өз иә, уақыты. өз уақыт келеді. Сіз не істеу керексіз? Күту керекпін, Күту керексіз. Сабыр. сабырлы болу керекпін. Сабырлықпен да. Белсенді сабырлықпен. Аха. Келісесіз ғой. Келсем, Аха. Енді анаңызға рахмет айтып босатасыз ба? босатайын. Өзіне айтсам бола ма? Негізі WhatsApp-қа жазып, солай. Болады, иә. Өте жақсы болады. Өте жақсы болады. Сіз маған сондай сабақ үйреткен екенсіз. Рахмет, мен түсінбеген екенмін, енді түсіндім. Алла разы болсын, күшті сабақ үйреткен екенсіз деп, мен сізді жақсы көремін деп хат жазсаңыз болады. Жарайды, аха. Окей. Жібердіңіз ба? Аха, Ойша анаңызға. ойша жібердім. Ризашылығыңызды. Окей, енді қалай мына жерде кеудеңізде жаңа комок не затқа айналды? Не затқа өзгерді? Ал ол кезде бүйтіп жұтынамайсың сияқты болып тұрған сияқтымын, қазір кішкене еркіндірек жұтынылатын сияқты болып тұрмын. Енді ызып бір не болып тұратын ше, бір жарылып кетейін деп тұратын, қазір кішкене жұтынғанда бір еркін жұтынатын сияқтымын ше. Бір тамақ ауырғанда болады, бір сезіледі, жұтынамайсың ғой. А сол босатқан сияқты да қазір. Жақсы, тамаша. Бәрекелді. Бәрекелді. Енді тексеріп көріңізші, жаңа күйеуіңіз елестетіңіз. Күйеуіңіз елестетіңіз көз алдыңызға. Қандай сезім? Жанына барып, не құшақтағым келіп тұрған сияқты. Құшақтап көрсеңізші. Құшақтап көрсеңізші күйеуіңізді. Қандай сезім? Бірақ бүйтіп құшақтап атымды, бірақ қатты сезініп құшақтай алмайтын сияқтымын аға. Мен әлі жібере алмай жатырмын ба сонда? Жоқ. Мейірім, махаббат, энергиясы ол анадан келеді. Анаңыздан. Мен бағана вообще және жақындағым келмей тұрған сияқты еді, қазір құшақтауға уже кішкене иә, сізде мейірім пайда болып жатыр да. Енді мейірім, махаббат пайда болып жатыр да. Күйеуіңізге деген. Енді сіз мейірім, махаббат көзімен қарай бастайсыз күйеуіңізге. Сәйкесінше күйеуіңізге сізге қамқорлық жасай бастайды. Сонымен екеуіңіз. Қалай қаласа. Рахмет. Иншалла. Алла берекесін арттырсын. Бақытты отбасы болыңыздар. Бұнымен бітпейді. Рахмет. Алдағы уақытта Алла тағала сіздерге көмекші адамдар жібереді, тәрбиелеу үшін, бақыттырақ қылу үшін. Сондықтан өзіміздің позициямызда болып, бұл адам маған қандай сабақ үйретіп жатыр екен деп талқылап, алға қарай жылжуға тілектеспін. Рахмет аға, сізге де жұмысыңыздың жемісін көріңіз. Рахмет. Әмин. Бұрын мен вообще трансформация жасамаушы едім, сіздің арқаңызда қазір кішкене ұйықтар кезде де еркін сезініп өзімді жақсы болып қалдым. Рахмет аға, үлкен. Аллаға шүкір. Алла разы болсын. Жақсы аға. Жақсы, сәттілік. Бақытты отбасы болыңыздар. Аумин, рахмет. Сізді өшіремін. Бал ерке ханым. Оңай жеңіл түрде қанша минутта, бір 20 минуттың көлемінде ма? Жоқ, 17 минуттың көлемінде трансформация жасадық. Кішкене талдау жүргізетін болсақ, күйеумен қарым-қатынастың бұзылуының себебі ең бірінші енесінен басталған. Жаңа басында айтты. Бірінші ұрыс енемен басталды деп. Яғни әйел адаммен қарым-қатынас бұзылып отыр. Естеріңізде болса, мен алдында айтқан болатынмын, біздің әйел адамдармен қарым-қатынасымыз ең бірінші өзіміздің туған анамызбен қарым-қатынастан басталады. Біздің ер адамдармен қарым-қатынасымыз ең бірінші әкемізбен қарым-қатынастан басталады. Сәйкесінше бұл кісі де өзінің анасына деген қатты өкпе реніші автоматом енесіне шыға бастаған.
сосын енесінің арасында конфликт болды. Сәйкесінше оның ұлы ол анасын жақтайды ғой, дұрыс па? Содан кейін бұяқта конфликт бола бастады. Қайда жатыр мәселенің бәрі? То есть ядро 10 жастағы анасына деген өкпе-реніштен шығып отыр. Соны трансформацияладық, сразу анасымен қарым-қатынас түзелді, мейірім-махаббат пайда болды. Енді ол мейірім-махаббат көзімен әлемге қарайды. Мейірім-махаббат көзімен қоршаған ортаға қарай бастайды. Сәйкесінше қарым-қатынас жақсара бастайды, Құдай қаласа. Окей, бізде тағы 5 минут бар. Кімде қандай сұрақтар бар? Сұрақтарыңызға жауап беріп өтейін. Сонымен бірінші күндік сабағымызды бітіреміз. Ертең екінші күндік сабағымыз бар. Екінші күндік сабақта 6 мен 10-ның арасындағы жақсы қарым-қатынастың сипаттарын талқылаймыз. Одан кейін тағы бір адаммен осылай талқы жасаймыз. Одан кейін тағы да сұрақтарыңызға жауап беріп өтемін. Жаңа бір сұрақтар қойды ғой. Деді, измена бойынша бір сұрақ қойған болатын, қайттан қойсаңыз. Бүгінгі эфир қызық болды ма? Пайдалы болды ма? Өздеріңізден де бір блоктарыңызды анықтадыңыздар ма? Осы эфирді ең жақын немесе таныс 10 адамға жібере аласыздар ма? Қолдау мақсатында. Өйткені бұл эфирдің мақсаты қарым-қатынасты жақсарту, ерлі-зайыптың арасындағы қарым-қатынасты жақсарту, ажырасу процесін азайту. Игроман адам қоя ала ма, қоймай ма? Енді бұл қарым-қатынасқа кішкене сәйкес болмай тұр. Сұрақ бұл азартқа кетіп қалады. Дегенмен де ол қою қолмау, оны біз шешпейміз. Біз тек қана жол көрсете аламыз. Егер мен қоя алмай жүрмін, бірақ қойғым келеді деген шешім шығарса, онда көмектесуге болады. Әйел адам 30 жасқа келгенде бақытты болады деді. Егер соған сенсе, 30 жасқа дейін ол бақытты сезіне алмауы мүмкін. Именно 30-та толғаннан кейін бар бақыт сезіну мүмкін. То есть бұл установка уже тілеп жатыр да, я Алла 30-ға дейін мен бақытты болмайын, 30-дан кейін ғана бақытты болайын деп. А зачем үйтіп шектеп? Қазірден бастап бақытты сұраңыз. Көз жыпылықтау, психосоматика. Енді сұрақтар тақырыпқа сәйкес болса екен. Маменькин сын туралы не айтасыз? Сенімсіз, өз жауапкершілігін анасына аударған адамды қабылдай алмай жүрмін. Как раз осы жайлы ертеңгі сабақта айтамын. Ертеңгі сабақта осы пункт бар. Мен де ажырасу үстіндемін дейді. Ажырасу үстінде болсаңыз, қандай сұрақ қойды екенсіз? Менде шықты блоктар дейді. Неге измена жасай береді? Кім? Ер ма, әйел ма? Бұл сұрақтың да жауабы ертеңгі сабақта бар. Яғни бір пункт бар, сол пунктты ескермегендіктен әйел қамқорлықты сырттан іздей бастайды, еркек махаббатты сырттан іздей бастайды. Бауырлар жайында айтыңызшы, нақты сұрақ болса екен. Мен әкеммен қарым-қатынасты жақсартуым керек, тұрмыс құрмай жүргенім содан шығар мүмкін дейді. Мүмкін. Өйткені бәрібір де әкеңізбен іштей рухани қарым-қатынасты түземейінше, сіз ойлағандай, сіз жақсы көретіндей, сізге ұнайтындай ер азаматты кездестіру екіталай. Әкеме WhatsApp пен кітап оқып беріп тұрамын. Молодец. Жолдасым Марақты қоя алмаған үшін ажырасқалы жатырмыз дейді. Жақсы эфир дейді. Қол көтеруді қалай қойдыруға болады дейді. Кім қол көтеріп жатыр? Кім кімге қол көтеріп жатыр? Мысалы, жаңа арақ ішу, қол көтеру, ұру, солу. Жаңа мен айттым ғой.
ол жас шақтағы бір травмалардың нәтижесінде болуы мүмкін. Ол адам өзін емдемесе, немесе мені емдетіңдер деп келісім келмесе, то есть жаңағыдай ішкі жан дүниесінде лучше қойған дұрыс. Өйткені оны өзгертемін, оны тәрбиелеймін деген барлығы шыны керек, енді практика жүзінде бекер. Практика жүзінде бәрі бекер болады. Сол себепті, реально қазір ажырас демеймін, уақытша 6 айға бөлек тұрғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Уақытша ажырасудың керек емес. Вот жаңағыдай бітті, шанс беру керек. Давай бөлек тұрайық. Сен де үлкен адамсың, мен де үлкен адаммын. 6 ай бөлек тұрайық. Мен балалармен 6 ай бөлек тұрайын. Или сен балалармен 6 ай бөлек тұр. Мен өзімен жұмыс жасайын, сен өзімен жұмыс жаса. Содан кейін ары қарай көріп жатамыз. 6 айдан кейін көреміз. Все. Келісесің ба? Келістік. Келіспейсің ба? Келіспесең де мен кетемін бәрібір дегендей 6 айға бола. 6 ай бойы. Сөйтіп өзіңізбен жұмыс жасайсыз. Интеллектуалдық тұрғыда, жүрек, иман, өзіңіздің ішкі жан дүниесі тазартасыз. Өйткені сонда еркекті тартып отырсыз өміріңізге. Сізде сонда бір сценарий болуы мүмкін ғой. Блоктар болуы мүмкін ғой. Соларды шешу керек, трансформациялау керек. Окей. Содан кейін барып, уже анау сіз өзгергеннен кейін сіздің ортаңыз өзгереді. Өзіңізге деген қарым-қатынас өзгергеннен кейін басқа адамдардың қарым-қатынасы сізге өзгереді. Түсіндіңіз ба? Өзіңізді қалай бағалайсыз, сізді солай бағалай бастайды. Өйткені мына әлемнің барлығы айна. Мына әлемде тек мен бармын, қалған бәрі менің айнам. Күйеуім, балам, әйелім, көршім, әкем, анам, туысқандар бәрі ол менің айнам. Алла тағала сол айна арқылы бізді тәрбиелейді. Вот. Қазір мысалы ішеді екен, ұрады екен деп ажырасып кетеміз, бітті, үзілді, кесілді. Бірақ кейін қайтадан ғашық болып үйленетін болсақ, тұрмыс құратын болсақ, тура сондай адамның копиясын кездестіреміз. Өйткені Алла тағала сол адам арқылы негізінен сабақ үйретті. Біз алмадық ол сабақты. Қайтадан сол сабақ келе береді алдымыздан. Егер аман адамды өзіміз өмірімізге тартуымыз мүмкін бе дейді. Иә. Алла тағала сол адам арқылы сізге сабақ үйретіп жатыр ғой. Сізді түзетіп жатыр. Бас ауруымды трансформация жасадым жаңаған дейді. Қалай өтті? Жеңілдедіңіз ба? Ертеңгі сағат асыға күтемін, эфир сақталсыншы дейді. Осы эфирді иншалла жексенбіге дейін сақтаймыз. Қалып қойдым ау дейтін. Ничего. Жылап алдым, басымда құмырсқа толып кеткен дейді. Босатсаңыз өте қуаныштымын. Алмас сәлеметсіз, сізді берген Аллаға шүкір. Амин. Сіздің әрбір өткізген сабағыңыз әрбір қазаққа пайдалы, маңызды. 20 күннің марафонға қатысып, көп мақсаттарымен орындалған шәкірті дейді. Кім? Гүлнара ханым? Қай топта болдыңыз? Алла разы болсын. Әке шешеден қайтыс болған осылай жасауға болады. Мен әкемді жақсы көремін, анам маған тек жаман жағын айтып келеді, соған қазір маған ренжісем бар, сол кінәлі деп ойлаймын дейді. Значит, мамаңызға деген ренішті трансформациялау керек. Егер мамаңыз жастайыңыздан бастап соны айтып келген болса, ол автомат түрде уже бар. Ер кісілердің барлығы осындай, мұндай, тағы басқа дегендей. Оны да тазалаған дұрыс. Онда қалай қабылдаса болады, жалпы жігіттерге қатысты ойды қалай өзгертемін, еркектерді ұнатпаймын неге екен дейді. Енді ол жерден терапия керек, психотерапия керек. Өйткені жанды емдеу керек. Ол жерде түйсік тазалау керек, түйсіктегі сол папкалерді ашу керек дегендей. Не курсқа қатысыңыз, 20 күндік марафонға, сол жақта трансформациялауға болады. Не жақсы психологқа барыңыз. 6 айға бөлек тұрсақ, сосын арам ойлайды ғой, кіммен жаттың деп. Мына жерде уже бір блок шығып жатыр да, мен жайлы ел жұрт не ойлайды. То есть сіздің ойыңыз, эмоцияңыз, сезіміңіз ел жұрттың сөзіне, ойына байланғанда. Жаңа мен айттым ғой, ең бірінші жақсы қарым-қатынаста адам өзінің эмоциясын біреуге тәуелді қылмайды. Сіздің эмоцияңыз, сезіміңіз, ойыңыз ел жұртқа тәуелді болып қалған. Ол блокты шешу керек. Ол дұрыс емес. Ел жұрт не ойлайды? Ол сіздің жұмысыңыз емес. Түсіндіңіз ба?
Басқа адамның ойы, іс-әрекеті, ол оның іс-әрекеті, ол оның ойы. Және оған ол өзі жауап береді, сіз емес. Алланың алдында ол өзі жауап береді, сіз жауап бермейсіз. Түсіндіре алдым ба? И сондай жаңа сценарийді құру керек срочно. Біреудің өміріне жағаласу, біреу үшін ойлану, біреудің жауапкершілігін көтеріп алу. И сіздің күйеуіңіз сізге қазір соны айтып жатқан болуы мүмкін. Алла тағала күйеуіңіз арқылы сізге соны белгі беріп жатқан болуы мүмкін. Неге сен біреудің жауапкершілігін мойныңа артып алдың деп. Түсіндіре алдым ба? Мен әкем 17 жыл бойы өмірден озған, бірақ әлі жібере алмаппын. Кейде өзімді кінәлі сеземін. Әкем ауырғанда көмектесе алмағанымды. Менде де болған бұл. Менің анам рактан қайтыс болды. Алла ол кісіні рахымына бөлесін. Сол блок менде шықты осы биыл. Анама көмектесе алмадым деген өкініш. Жасырын өкініш. Соны босатқаннан кейін мен жеңілдендім. Анамды жібердім. Тапсырдым Аллаға. Сондықтан сізге де кеңес беремін жіберуге. Әйтпесе бұл адамның жанын жей береді. Уақыт өткен сайын жанын жей береді. Сосын өмірден қуана алу қиын болып кетеді. Ләззат алу қиын болып кетеді өмірден. Өмірдегі бір жатқан бәрі бізге сабақ қой, иә. Сабақ. Қызғаншақ күйеуімнің қызбалығынан қалай құтыламын дейді. То есть бұл жерде жақсы инструмент негізінде, егер дұрыс қолдансақ. То есть Алла тағала сізге де белгі беріп жатыр. И соны анықтау керек, соны қабылдау керек. И сәйкесінше сразу күйеуіңіз тоқтайды. 82-ші топ деді. Тамаша. Жандарым, сол сұрақтарыңыз көп. Ертеңге қалдырайық, иә. Түн қайырлы болсын, берекелі болсын. Мен сіздерге шын жүректен бақытты, қуанышты отбасы тілеймін. Тағы да өтініш жасап қойын сіздерге. 10 адамға бүгінгі эфирді жіберіп қойсаңыз, көбірек адам көрсе екен, көбірек адам өмірінде қателіктерін алдын алса екен, көбірек ерлі зайыптылар ажыраспаса, бақытты болса екен деген ниет. Неғұрлым көбірек тараса, соғұрлым біздің елімізде ажырасу процесі төмендейді деп ойлаймын. Ажырасудың алдын алудың ең қарапайым жолы жақсы қарым-қатынас болды. Жақсы қарым-қатынас болған жерде ешқашан ерлі зайыптылар ажыраспайды. Ешқашан. Әйелмен жақсы қарым-қатынас, ер адам ешқашан әйелін тастамайды. Күйеуімен жақсы қарым-қатынастағы әйел ешқашан ата-анасы үшін, тағы басқа үшін ерін тастамайды. Ешқашан. Сондықтан жақсы қарым-қатынасты жақсарту, соны үгіттеу, соны насихаттау мақсатында осы эфирді өткізіп жатырмыз. Осы жасап жатқан еңбегімізді бағалауыңызды сұраймыз. Түн қайырлы болсын. Ізгі ниетпен рухани ұстаздарыңыз Алмас Ақын. Қайырлы түн.